Аял қызлар бар екен тұрмыс сұлу, жәмиет пайызлы, шаңарақ мұхаддис. Елімізде гендер теңлікті тәмелеу аял қызларды жәмиетіміздің барлық тарауларында өз қабілетін, потенциалын көрсетуіне кеңінен жол ашу, оларды кәсіп өнерге, іспілермелікке үйрету, сондай-ақ жоғары оқу орындарында білім алып отырған қызлардың шарнама төлемлерін төлеп беру, пүдәйі, талантлы аял қызлардың минетін мүнәсіп бақылау сияқты бір қатар жұмыслардың әмелге асырылып отырғанында аял қызларға көрсетіліп отырған айрықша ітібар һәм қамқорлықтың көрінісі саналады. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде байрам мұнасабетіменен шөлкемлестірілген ләж барысында сөзге шыққандар тарапынан міне осындай пікірлер білдірілді. Бүгінгі күнде университетте 1000-нан астам профессор оқытушылар істейтұғын болса, солардың 400-ден астамын аял қызлар құрайды. Биылғы оқу жылында университеттің 23 студент қызы президент Науайы Ұлықбек Беруни Бердіғ Ибраим Юсупов Төлепберген Қайыпбергенов атындағы стипендиялардың иесі болды. Бүгінгі кәтті тәдбір, кәтті тантанада қанша оқытушылар, қанша профессор олималар bu yerda qatnashyapti. Hammasi ham o'z o'rniga ega, ilmda ham, masalan, oilada ham barcha jabhalarda o'z o'rniga ega. Biz o'zimiz ishlayotgan, mening shaxsan o'zim ishlayotgan O'zbek filologiyasi fakultetining o'zida 60% dan ortig'ini ayol qizlar tashkil qiladi. Kafedralarda har xil millat vakillari birgalikda ishlayapmiz. Ilmga qaratilayotgan e'tibor, ta'limga qaratilayotgan e'tibor juda katta. Mana shu sababli ham bizlarning universitetimizda ham bizlarga yaratilayotgan sharoitlar juda katta. Kafedramizning o'zida ham bu yilning o'zida 4 ta qizimiz ilmiy daraja olishga muvaffaq bo'ldi. Ilmiy unvonlar olayotgan qizlarimiz bor. Университет ректораты тарапынан еліміздің барлық тараулары үшін зарар болған қанигерлерді даярлап беруде пүдәйлық көрсетіп отырған профессор оқытушы аял қызларға байрам сауғалар тапсырылды. География һәм табиғи ресурслар факультетінің профессорыман. Біздің факультеттен қызлар жүдә белсенді қатнасады. Һәмме жұмысларға, илми жұмысларға да, педагогикалық жұмысларға да жүдә жақсы қатнасады. Әзір біздің факультетімізде 3 профессор қыз бар, 3 доктор сайенс жақлады. Жақында және бір 2 қызымыз PhD жақлады. Және бір қызымыз доктор сайенсті жақлау алдында тұрыпты. Бұлардың һәммесі факультетіміздің илми потенциалын көтеруде үлкен әхметке ие. Бұл һәмме уақытта біздің мемлекетіміздің қолдап қуатлауы, біздерге кең жолдың ашылуы, біздерді қолдап қуатлап ілім жолына жетекілеуі, бұлардың һәммесі қазіргі президенттің алып барып отырған үлкен жұмысларының жұмағы деп ойлаймын. Байрам кешесі концерт бағдарламасы менен давам етті.